Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Сәлеметсіз бе достар, сіздермен бірге мен. Так, бүгінгі күні қазіргі таңда поймай меняны істеп көреміз. Оны істеу үшін ең бірінші біздің ашатын программамыз ол PicsArt программасы. PicsArt программасын ашқаннан кейін сіз жаңа проект бастайсыз, плюсті басасыз. Жаңа суретімізді аламыз, өздеріңіз көріп отқандай. Осы суретті аламыз. Ең бірінші істейтін действияларымыздың бірі бізге ортасындағы адамның несін суретін жеке PNG форматта сохранить етіп алу. Ол үшін инструментті басамыз, вырезетті басамыз. Мына жерде адамның бейнесін бассаңыздар, автоматты түрде PicsArt адамның денесін сразу табады. Бірақ сонда екі саусақты ала отырып, жақындата отырып, мынандай бір жерлер бар. Көп алынып қойған жерлер бар. Соны өшіргішті таңдайсыздар да, мына өшіргіштің размерін қоясыздар. Мысалы, мынандай болуы мүмкін. Мына жерлерді өшіріп шығасыздар. Мыналардың бәрі керек емес бізге. Бұл енді әдемі шығу үшін. Мысалы, қызыл шет жаққа шығып кетпеу керек. Так, бас жағында шығып кетіп кішкене. Соны алып тастайсыздар. Және де болды бізде дайын. Мысалы, енді өздеріңіз қарайсыздар ғой, нақты жақсы істегім келсеңіздер, полный бәрін қарап шығу керек. Енді дальше батырмасын басамыз. Бізде мына PNG форматта кесіп алдық. Бұны сохранить етіп қоямыз. Сохранить етіп қойғаннан кейін далее басасыз. PicsArt'та сохранить ету үшін и сохранить басасыз. Загрузить фото. Фото сақталды бізде. Енді келесі біздің действиямыз, біз енді сол фотоның обводкасын сызу. Тағы да сол басынан ашамыз проектті. Екі адам суреті ашылды. Енді бұл жерде қараңыздар достар, бізге жаңа круг бойынша сызықтары керек, обводкасы керек. Чтобы фото қойған кезде сол обводка, поймай меня, сол обводкада болу керек. Обводка деген дененің шет жағынан кішкентай ақ линиялар жүргізіп шығу керек. Инструментқа кіреміз. Инструментқа кіргеннен кейін бізде выбрать деген бар. Выбратьқа кіргеннен кейін адамды басамыз. Автоматты түрде адамды таңдап шығады. Бірақ мына жерде ең оң жағында ақ қара цвет бар, ауыстыратын. Өздеріңіз көріп отқандай, біз адам суреті бізге уже керек емес, бізге тек қана несі керек, шеткі суреттері керек. Как бы сказать, шеткі машинаның суреті жаңағы фон керек. Енді мына жерде өздеріңіз көріп отқандай, наоборот, бұл жерде қызылмен несеп шығамыз, бояп шығамыз, боялмаған жерлерді өздеріңіз көріп отқандай. Так, бізде боялды барлығы, применить. Енді бізде үсті жағында қарасаңыздар, үстінде обрезать деген бар. Міне біздің суретіміз сохранить етіліп қалды. Бұл жерде гүлдің суреті керек емес еді негізі, жарайды енді. Сохранить етеміз бұны. Енді бұл жердегі біздің действиямыз келесі. Осыны сохранить етіп алдық осы суретімізді. Енді біздің аяқтан кистті ашамыз. Кистті ашқаннан кейін біріншісін басамыз. Ақ цвет, размерін өздеріңізге қалай ыңғайлы, мысалы, мынандай болса, осындай қойып шығамыз. Енді кесті бастық қой, енді мына жерден бастаймыз, достар. Мынау ішкі контурмен мына жерден сызып шығамыз. Ақпен осы именно суреттің контурын сызып шығамыз. Сызылған, қиылысқан жерін. Өздеріңіз көріп отқандай, сызу өздеріңізге байланысты. Әдемі сызыларыңыз келсе, асықпай отырып, жақындата отырып әдемі сызуға болады. Мына PicsArt'та, мысалы, екі саусақпен орындарын ауыстырасыз, екі саусақты басып тұрып. Өйткені бір саусақпен ауыстырсаңыз сызып кетеді. Оны атменен басыласыз. Екі саусақпен сызып отырып, мына өздеріңіз көріп отқандай, бүйтіп контур сызып шығамыз. Бұл контурды сызып шыққаннан кейін, қазір бірінші сіздерге сызып көрсетейін. Контурды өздеріңіз енді қалай сызыларыңыз келеді. Мысалы, енді качественно асықпай сызсам десеңіздер, асықпай сызуға болады. Бізде енді бұл жерде сәл кішкене асығыстап сызып жатқанымыз ғой. Контурды сызып шығып жатырмыз. Қимылдатқан кезде кішкене проблемалар болып қалып жатыр. Контур сызылып, обводка сызылып келіп жатыр. Мына жерден бүйтіп келеді. Былай енді оны өздеріңіз әдемі қылып сызасыздар, егер менікі кішкене сіздерге ұнамай жатса. Так, обводка бізде сызылды. Енді біздің келесі действиямыз осы ганса сызып тастайық обводканы. Так,
обводка до конца сызылды дейікші. Мына мысалы мына жерден былай қарай бүйтіп и бүйтіп. Ал енді достар, біздің келесі істейтін нәрсеміз применить басамыз. Осыдан кейін осы суретті сохранить етіп аламыз. Мына сохраненияға кірдік. Бізде сохранить етілді. Сохранить, загрузить фото. Біздің фото сохранить етілді. Енді басынан жаңа проект ашамыз. Жаңа сохранить еткен суретімізді ашамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, енді бізге керегі бұл жерде инструментқа кіреміз, вырезать басамыз. Бұл жерде мына аумақты бізге кесіп алу керек. Осы аумақты кесіп алып, мына керек емес жерлерін өшіргішпен өшіріп тастаймыз. Мына керек емес жерлерін өшіріп тастаймыз. Неліктен бұл аумақты кесіп жатырмыз? Өйткені біздің бұл аумақта жаңағы ақ линияларымыз бар. Сол ақ линиялар бізге керек болғандықтан осы аумақты қайттан кесіп аламыз. Так, кішкене аяқты дұрыстап жіберейік. Өздеріңіз көріп отқандай, енді қызыл линия болмау керек, тек қана осы аумақтың ішінде болу керек. Осыны сохранить етіп аламыз. Так, сохранить етіп алдық, қараңыздар. Так, бізде бұл біздің белый линия сохранить етіліп қалды. Енді сохранить еттік, достар, бұны. Енді бұл сіздерге тез істеп жатқаным. Енді асықпай істеп бер десеңіздер, асықпай істейміз негізі. Нет. Так, енді бізге керегі, қараңыздар, бізде мынау бар. Енді бізге дальше видеоны жасау керек. Видеоны жасау үшін біз қараңыз. Видеолик программасын ашамыз. Сіздер жаңа проект, любой сурет таңдайсыздар, өздеріңізге қандай ыңғайлы. Біздің жерде мына суретті алдық, мынаны жаңа кесіп алғанымыздың бәрін проектке саламыз. Мына бізде ең бірінші істейтін нәрсеміз размерін қоямыз. Холст басасыздар, формат 1:1, чтобы инстаграмға салу үшін. Бірақ суретіңізді енді полный экранға әкеп әдемілеп қойсаңыздар болады. Енді оны өздеріңіз көресіздер. Так, мына бізде шықты суретіміз. Енді мынаны таңдаймыз да. Миксермен жоғары көтереміз. Және мына суретті де миксермен жоғары көтереміз. Сөйтіп алып, ол екі суретті былай жылжытамыз. Өздеріңіз көріп отқандай жылжыттық делік. Бізде мына артында контур пайда болды. Сәл кішірейтсек болады, чтобы башына кішкене көріну үшін. Енді бұның бәрі, достар, сіздерге примерно білсін, нақты тез қолға істелген. Мысалынан обводканы дұрыстап істеп шығуға болады. Мысалы, біз оны тез қолға істедік. Өздеріңіз көріп отқандай, бізде дайын, ең біріншісі дайын. Бірақ мына жерде лучше сіздерге 10 секундқа қойған дұрыс. 10 секундқа қойып қоямыз барлығын. Мынаны да 10 секундқа қоямыз, чтобы сәл ұзағырақ болу үшін. Так, мынау қойылды 10 секундқа. Енді келесі бізде мына суретімізді 10 секундқа қоямыз. Так, қойылды. Енді, достар, бірінші істейтін действиямыз мына суретті аламыз. Мына біздің қозғалатын суретіміз. Енді где-то мына жерден бастадық дейік. Өздеріңіз көріп отқандай, мына жерде оң жағында анау плюстың астында ромбик бар. Сол ромбикті басып қоямыз. Кетті. Ромбик просто бір ағырт басып қоясыздар болды. И былай жылжытамыз да суретті жылжытамыз. Ромбик, екінші ромбик қойылды. Мына жерде өзіңіз көріп отқандай. Және үшінші ромбик қойылды. Төртінші ромбик қойылды. Так, жылжытамыз. Бесінші ромбик қойылды. Алтыншы ромбик қойылды. Жетінші ромбик қойылды. Сегізінші ромбикті алып келеміз. Так, алып келу үшін оны қозғалту керек екен. Так, міне алып келдік. Енді тағы да осы ромбиктен кейін сәл уақытын өткізіп тағы да бір ромбик қоямыз. Тағы да бір... Так, достар, мынаны да тез салайық. Өйткені мына жерде қойылды, мына жерде кетті. Енді тағы бір ромбик, тағы бір ромбик и тағы бір ромбик.
и сурет мына жаққа кетіп жоғалып қала береді. Өздеріңіз көріп отқандай. Так что осылай өткізген дұрыс. Енді басынан видеомызды көрейік. Басынан көргеніңізде өздеріңізде видео мынандай форматта шықты. Енді қараңыздар достар, көбісі осылай ғана салып қояды инстаграмға, и ол ұстап алу оңайды. Сол себепті сіздер біздің проект негізі дайын, өздеріңіз түсінген шығарсыздар, негізі бұл бәрі телефонмен істелген, бірақ асықпай істеген кезде контурды жақсылап шығаруға болады. Қараңыздар, енді сіздерге бұны тез ету керек, және өлең қосуды білетін шығарсыздар. Енді өлең бұл жерде аудионы басасыздар, музыканы басасыздар, или болмаса жаңағы неге кіріп, телеграмға кіріп, осы видеолюбқа скопировать видеолюб деп музыканы қоюға болады. Енді достар қараңыздар, осыны тез істеу керек. Тез істеу үшін біз өздеріңіз білесіздер, скорость деген бар. Скорость деген бар. Мысалы, бірінші осы видеоны сохранить етіп аласыздар. Мысалы, экспорттап аласыздар. Мысалы, 1080 сохранить. Енді, чтобы оның тез болу үшін, былай артқа шығамыз. Новый проект басамыз. Добавить, жаңа сохранить етілген видеомыз біздің дайын. Осыны аламыз да, скоростьін до конца 5-ке қоямыз. Көрсіз бет? Енді тез болды. Тез болды. Енді тура осылай, осының үстінен басамыз да, осы жаңа видеомыздың дублировать деген бар, дубльді басасыз. Осылай 2 дубль шықты. Дубль и дубль. Сонда сізде видео тез форматта, және де тез бітіп қалмайды, қайталана береді, где-то 6 секундтай болады. Рахмет достар, сіздермен болған мен Абзал. Сіздерге қазақша мобилография курсын тегін үйретейін деп үйрету ниетімен көп адам сұрағандықтан сіздерге осыны істеп жатырмын. Так что мен де Қыран студентімін, шын айтайын. Бастамасы осы Қыран Талапбектен басталған. Тағы да онлайн тегін курстар болады. Келесі курс қандай хромакей жасалма или басқа жасалма керек болса, сол курсты бізге комментарий жазып кетіңіздер ютубтың астына, каналдың астына. Біз соған байланысты тегін курс түсіріп береміз. Рахмет бізбен бірге болғандарыңызға. Біздің инстаграмға жазылып қойыңыздар. Hey